Сәлем достар, мен бүгінгі видеомда менің күнделікті макияжым туралы түсіретін боламын. Мен бірінші шашымды жинап алайын. Мінекей мен шашымды жинап алдым. Бірінші мен сүртетін боламын бетімді вентилярный матамен. Мен бүгінгі макияжымды теннен бастаймын. Мектепке баратын болған соң, қосымшаға баратын болған соң, мен ашық түсті тендерді өзіме қолданамын. Розовый, пудровый цветтерді қолданамын. Мінекей менде осындай цветтер бар, осындай фирмадан. Мен бірінші көзіме розовый цветті жағып шығатын боламын. Осындай қалыппен жағатын боламыз бүгінгі мейкапымызды. Мен қазір видеоға қарап істей алмаймын, сондықтан осындай жеңілмен жағып шығамыз. Және де екінші көзімізге де жағып шығатын боламыз. Және де осындай қалыппен мен екінші түсті бояймын, және де ол фиолетовый, жылтырақ фиолетовый түсте. Ол көзді кішкене жарқын болып көрсетеді. Және де фиолетовый түсті бояр алдында мен көздің төбесіне қарай жағамын. Өйткені ол көздің қабағымен былай жүргізсе, онда көзге кішкене үлкенірек қылып көрсететін болады. Мінекей мен көзімді бояуды біттім. Және де ең басты көздің астына тағы да бояп шығу керек. Оны міндетті түрде ұмытпауларыңыз керек. Осылай бояп шығамыз. Және де мен өзіміздің көптеген туштарымыз бар. Оның арасында мен телескоп деген тушты таңдадым. Өйткені ол кірпікті ұзынырақ қылатын болады. Осындай. Және де біз оны ақырындап былай кішкенеден бояп шығамыз. Оны ұзартып отқан сияқты, былай көтеріліп отқан сияқты бояп шығамыз. Өйткені ол кірпікті ұзын қылып көрсетеді. Мінекей. Осылай бояп шығамыз. Мінекей мен көзімді бояп шықтым. Мен қатты бояған жоқпын көзімді, чтобы білмеу үшін. Мен келесі бетке көшемін, және мен бетім қатты угри болмағандықтан мен бебе кремді ұсынамын. Кімде қатты болса, өзі арналған коллаген тағы да басқа фирмалар бар, соны предлагать етемін. Мінекей осындай бебе креммен бояйсыздар. Мен оны легкостью кішкене жағам көздің астына где-то. Өйткені таңертең барлығымыздың көздеріміз ісіп тұрғандықтан қолға алып аласыздар да, и осылай көздің астына жағып шығасыздар. Мен көп боямаймын, өйткені маған да кішкене угри түсіреді. Осылай кішкене жағып шығатын боламыз. Осылай көздің астына осылай жағып шығамыз. Мінекей осындай қалыппен жағып шығамыз бетімізге. Және де ең бастысы слишком көп жағуға болмайды. Өйткені бетімізге зиян келтіреді, және де ол онша емес болып көрінеді. Мектептік макияж болғандықтан біз көп жағуға болмайды. Мен кішкенеден ғана жіберем. Және де қыздарға айта кетерім, өзіңіздің тоңыңыздан бір свет посветлее алынғаныңыз үшін, өйткені бетіңізді кішкене жарқын қылып көрсетеді. Осы бір шетпен жағып шығамыз. Осылай біз жағып шыққан соң, келесі менде мен негізі хайлайтер консилер жақпаймын. Өйткені мен жағып көрген кезде ол маған жараспаған. Неге ол мен тойға баратын кезде былайша кішкене жақпасам, қатты жаға бермеймін. Мінекей осылай жағып болдық. Ең соңғысы бізде ерніміз қалды. Ернімізді бояуымыз керек қазір. Мен осындай карандаш алдым. Және де оны ерннің астына жағып шығамыз. Осылай. Қазір мен камераға қарап істей алмаймын. Сондықтан мен айнаға қарап істей берейін. Мінекей ерінді негізі астына жаққан кезде сызықтан кішкене асырасыздар. Осылай жағып шығамыз. Мен үстіне жақпайтын себебім, өйткені ол маған жараса бермейді. Осындай блеск аламыз, любой блеск. Ернін осылай жағып шығамыз. Және де мен үшіншісі менде ол осындай помада. Осындай
негізі ол осы жылы мода болған. Ердің шақтарына қарай жауып шығамыз. Осылай жауып шығамыз. Менің мектепке баратын макияжым дайын болды. Енді шашымызды қазір жаяпын боламыз. Менің бірінші видеосында шаш үлгілері бар. Мектепке жұмысқа және де көптеген видео бар. Содан қарап шаш үлгісімен осындай макияж істесеңіздер болады. Сіздерге ұнаған деген үміттемін. Лайк басып маған подписаться етіп кетіңіздер. Барлықтарыңыздарға сәттілік.